Білем. Бірақ сендерге бір секрет айтайын. Осылай көп жүрмейсіңдер. Ана кішілім жасылан үйленем десе, сендерге батамды беріп, бөлек шығарам. Қаншама жыл қасымда болдыңдар, жағдайымды жасадыңдар. Бір риза болатыным бар ғой. Бөлек шығам деп бір ауыз сөз айтпадыңдар ғой. Ол да сендердің маған деген сыйластықтарың шығар. Менен асқан бақытты ене бар ма? Алло? Алло, қарындас, мен квартираға бара жатырмын. Сіз қайдасыз? Мен базардағы остановкада едім. Қазір үйге заттарымды апарып тастайын. Сосын... Өлдір деген сіз ба? Я, мен. Жүріңіз сіз, квартираны көрсетсем басқа да клиенттер бар. Жүр кеттік. Жүр. Негізі сосымда көрсетсеңіз болатын еді. Енді енем қамдышты дегеннен кейін сразу без очереди көрсете салайын деген ғой квартираны. Оның үстіне өзіңізде асықтырып біттіңіз, бол деп. Асықтырғанда мен... Бөлек шығатындарыңыз дұрыс бол деп бір жағынан. Главное, квартираның арендасын уақытылы төлеп тұрсаңыздар болған. Мен түсінем мен. Өзімнің сестренкімді енесімен тұрады да, ана кісі енді ужас адам. Саған чудовище адам емес. Кентавр ғой ана кісі. Осындайда бір класстасын еріксіз ескертсек. Жақында ғана акиматқа жұмысқа кіріп, кекірек кетті өзінше вообще адам танымай. Әйелдер де сондай екен ғой. Әйел кезінде әп-әдем болып жүреді да, жап-жақсы болып. Ене бола салады да сразу өзгеріп кетеді ғой. Билік деген адамды бұзады екен мен түсінгенімше. Қарындасшы. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман ене қайдан шығады деп әзілдеп қойған арасында. Сіздің де енеңіз жалмауыз ба? Жоқ, мен енем жақсы. Өзіңізді алдамаңыз олай. Түрлеріңізге шықты ғой сіздердің шаршағандарыңызшы. Енелеріңіз абьюзер сияқты ғой сіздердің. Бір программаға бару керек сіздерге, бәрін айту керек, әншілер шақыру керек, сарапшылар шақырып бәрін шешу керек, енелеріңізбен тет-тет сөйлесу керек, шаштарыңызды жолсып етіп, андай шоу жасапшы елдің алдында. Өткен мен қорықтым сіздің әңгімелеріңізден. Ужас, жан түршігерлік, страшно әңгіме айттыңыз ғой сіз кеше. Қойыңызшы, олай прям жамандаған жоқпын ғой. Қалай жамандаған жоқ, Моля? Не скрывай. Душу не скрывай ты. Хорошо? Моля, енді квартираны вообще ештеңе қарамай, ештеңесіне қарамай ала салам дегеннен түсіндім мен енелеріңіздің айдақар екенін. Так, аяқтан бұрыламыз, қазір кетіп қаламыз. Әлші енелеріңізді квартираға кіріп жамандаймыз. Кодпен ашылады. Потолок па? Чотам ба? Мықтым ба? Енді өздеріңіз көріп тұрғандай квартира айуан. Не ғой? Көп біздің клиенттерге ұнайды, көбісі таласады, өзіме де қатты ұнайды. Любой қонақтарыңызды смело шақыра бересіздер ғой. Түсінесіз ба? Айтпақшы, Татья, бағана мен машинада мән бермеппін да. Сіз біздің Моляның мамасы болып тұрсыз ғой примерно, иә? Қызыңызды құдағыңыздан құтқаруға келдіңіз ба? Хоп, сен бағы, в общем, әзілден нөл екенсің, да? Bir көрейік. Сіздер беймарал көре беріңіздер, мен қазір бір кісілерді күтіп алып келейін. Сөйтіп бөлек шығам дедіңдер. Мам, енді... Жаңа не деді мені? Айдахар деді. Чо, мен үйтіп айтқан жоқпын. Моля сонда маған айтпай, өзің бөлек кетіп қалған келді? Басқа. Мына, сенен ондайды күтпедім. Жан сайы болса жарайды, таң қалмас едім. Үндемегеннен үйдей беле шығат деген рас екен, ә? Жан сайы мүмкін сен де квартира дайындап қойған шығарсың. Жоқ, мам, жоқ. Мен басқалар сияқты крыса емеспін ғой. Мен ба крыса? Сен бөлек шығамыз деп ақша жинап, декретке шықпай жүрсің ғой, әдейі. Ұрса беріңіздер, беймарал ұрса беріңіздер. Бізді жоқ деп есептеңіздер. Моляның комнатасына кіріп көрдіңіз ба?
карта желания жасап қойған, бұлар давно уже бөлек шығып кеткен. Ал сен болсаң, маманың тамағына әдейі шаш салып жүрсің. Бауырсақты әдейі күйдіріп жүрген кім? Ал сен үйді шашып жүрсің жинамай. И чё? Сіздің любимый розаларыңыз кесіп жүрген Моля негізі. А сен, Не сен? Алдында класстастармен кездесеміз деп, мам, бұл қалада қыдырып жүр өзі рахаттан. Бізге айтпай. Кім екендерің белгілі болды. Мен сендерге не істедім? Бөлек шығатын болсаңдар айтпайсыңдар ма? Мен түсінем ғой. Мам, сіз түсінбейсіз. Сіз түсінбейсіз. Сізден бәрі қорқады, балаларыңыз да қорқады. даже балаларыңыз да бөлек шыққысы келеді. Олар да біз сияқты тыныш өмір сүргісі келеді. Жандосқа обал футбол қараймай жүр. Оны айтасыз, Олжастың жұмыстан шығып кеткеніне 3 ай болған, мам. Сізге айтуға қорқып жүр. Қазір енді аниматор болып жұмыс істеп жүр. Звондайсыздар ғой? Біз квартираны алмаймыз. Ой, квартирасы құрсын. Мына ұрыстың немен біткенін айтсаңыз болды, әбден қызықтырып жібердіңіздер ғой. Бізді үйге апарып тастаңызшы. Итак апарып тастаймын ғой. Сумкаларыңыз машинада ғой. Бара беріңіздер, апарам.